Тарына барганда колдарыңызда ешқандай жағамыздан да керек болса тағы да қолмен барамыз, керек болса. Бізде арматура ағаш теңке болған жоқ. Біз кебежаш немен бар. шындық деп әділдік болмай жатыр ғой. ондай ойымызда болған жоқ. Мынау өкіметіміз қайда қарап отыр? Қарамай ма кішкене? Адам өлтіргендер боляда жүр. Міне 90-дан 106 мен шығып кетіп жатыр подзалог. Мынау деген масқара ғой біздің. Залогымызды айтып бауырларымыз, әпкелеріміз жүгіріп жүр. Шығаратын жөндері бар еді, залогымызды алып тастады. Қайзанда жазылған залог алынады деп. Өтірік өкіметтен причина іздейді. Оценкалары дұрыс емес, бесеуімізде ештеңке дұрыс емес, бұлардікінің бәрі дұрыс қой. Бұлар идеаліміз. Ат жөніңіз? Мен есімім Салқанов Сарқыт Медалханұлы болады. 10 ай 18-90 жылы өмірге келгем. Міне жан досым міне. Қан жүрмейді міне. Қан жүрмейді. Ағарып кеттік даже, өмір ағармаған. Не айтамыз басқа? Халықтан үміт күтіп отырмыз ғой халық. Қарадан мына қазақтың балалары едік міне. Қалдасын, қоршасын, көрші ауылдар келсін, біздің ауыл ғана емес. Әділдік жоқ, әділдік. Қазақстанның егемендік үшін істедік қой. Не сұмдық? Әділдік жоқ, жоғары жақ. 16 миллион халықпыз, 16 миллион халық бас көтеретін кез келді ғой бұл. Шешу керек, сым кию керек. Формуланың шешіңдер. Не болды сонша? Өкімет 100 мың теңге, 150 мың теңге айлық үшін бір-бірімізді табит етіп жатырмыз. Сұмдық қой, не деген сұмдық болды. Міне біз өкіметте істемесек те күрек қолымызбен міне. Лом ұстап жүрсек те бала шағамызды бағып жүрміз. Өкіметте жұмыс істемейміз де, керек болса. Ертеңді тоқталып кеткен жағдайда бала шағамызды ойлап тұрмыз ғой, басқа ештеңе керек жоқ. Қоянды қамыс өлтіреді, еркек намыс өлтіреді. Намысы бар жігіттер болса мұнда. Анау туған бауыры міне, бауырымның. Ойланыңыздар, қолдаңыздар, қоршаңыздар, жалықпаңыздар. Сотты да әзер созып жатыр, әдейіше. Бір күн келеді халық, ертең келмей қояды. Біз халыққа сенеміз. 10 күн болса, 10 күн келіңіздер. Қолдамасаңыздар, сіздер ешкім қолдамайды бізді. Ол шынды қарамайды бізді. Екі жақта да тұрмыз. Заң бізге қарсы болып тұр болды. Мен шынымды айтайын, мен шындық деп шырылдап жүрген жігітпін. Қытай азаматтарында болды арматура. Соны неғып айтпайды. Қытай азаматтары кішкентай баланы ұрды. Соны неғып жаппайды. Соны неғып жазаламайды. Именно бізге келгенде ғана неғып жаза күшейіп тұр. Төрт Қытай азаматы бір қазақ баланы ұрған жабылды. Олар қымбат тамақ ішіп, ет жеп, гостиницада жатты. Біз міне 5 адам 45 Қытайды ұрамыз, 21 Қытай деп шығарады. Дұрыс па? Біз жапқан жеріміз темір тор. Біз ол темір торды жауымызға да тілемейміз. О жер негізі отыратын жер емес. Бізде ойландық, толғандық.